Жігіттер, өмірде ең басты сіздер неден қорқасыздар? Мен мысықтан қорқам. Фобияларым, рас. Әлемнің фобиясы туралы айтып берейін мен. Әлемнің фобиясы. Эзиткен бастайық та, эзиткен. Эзи біздің үйде 3 қара мысық болды. Сол 3 қара мысық ол тамақ жеп жатқан кезде оның аяғына келген бойда ол дейтін еді. Бірден. Кәдімгідей қорқады. Оны білмейміз неге екенін. Негізі мысықтан қорқпаймын, негізі. Жануарлардан қорықпаймын. Менде бір аллергия емес сияқты, білмеймін. Шуба киіп жүрмін, нормально. Ой, ішім. Білетте мынандай болған, мысықтан мен негізі қорықпаймын. Подъезден өтіп жатқан кезде просто басыма құлаған бір мысық. Кішкентай кезінде. Кішкентай кезінде басыма құлады да, сол кезде тырнап түсті да арқамда деп сол кезде. Қатты жиркеніп кеттім, сол кезде тітіркеніп қалдым. Аяғымда бүйтіп ұстап беріп, ұстайтын болсам мен сразу менде не болады? Реакция болады. Уа деген, да. Әлемнің фобиясы туралы айтатын болсақ, егер де сіздер әлеммен бірге парковка бойында көп машиналардың арасымен өтетін болсаңыз, әлемде мындай фобия басталады. Ана машиналардың бәрі жарылып кететін сияқты болады. Білмейміз неге екенін, мен бірінші рет ондайды естідім әрине. Бірақ ол шындық. Машинаның жанынан өтуге қорқады. Жарылады деп ойлайды. Жарылып кететін Ол фантазияның көп ойнаған, негізі ол кәдімгідей қорыққаннан емес, бір жақтан кетқанда болады ғой, мысалы түнде подъездге кірген кездер көтеріліп барсаңыздар, артыңыздан бірдеңе қуып кеткен сияқты, ондай сезім болады. Сондықтан тезде жүруге қараңғыда тырысасыздар. Сол сияқты мен парковкада кетқанда, машиналар көп тұрса, ортасынан өтіп бара жатқанда білмеймін, қорқам. Кішкене бір машинаға бірдеңе болып қалатын сияқты да. Енді мүмкін киноны көп қарағасын шығар. Солай. Зак, сенде ше? Мен тыныштықтан қорқам. Не, тып тыныш болады ғой. Тып-тыныш. Серьезно не? Неғылдайды? Тып тыныш болып қалады, сол кезде андай бір өзіңнің жеміңді естіп атасың, жүрегіңді естіп атасың, сол андай қандар жүгіріп атасың, соны естіп атасың, содан қорқам мен. Бір түрлі. Одиночество. Қырғаяқтан қорқам. Андай ұзын қырғаяқ болған, стенаны жүріп жүреді. Кішкентай кезімде ма, бір үстіме түсіп, мұрныма кіріп кете жаздаған. Қайсан алғалда шығатын ба? Неден? Жоқ. Жоқ, басқа тема брат. Не ғой? Сол мұрныма кіріп кете жаздады, содан кейін бастап мен сол кезде қатты қорқып жұлып құтылып кеттім, қашып кетті ол. Содан кейін тітіркеніп қалдым, содан кейін мен қазір қорықпаймын, жиіркенішті маған. Бірақ андай жағымсыз да көрсем бір. Жоқ, жиіркенішті сол. Мен айтайыншы өзім. Елестетіп көріңіздерші. Сіз океанның дәл ортасында тұрсыз. Жан-жағыңызда океаннан басқа ештеңе жоқ. Аяғыңыздың астында не жүзіп жүргенін білмейсіздер. Вот сондай кезде мен қорқамын. Бірақ ондай болып көрген жоқ. Бәрі Бәрі қорқады ғой. Соны айтамын. Әркім өзінің индивидуальный қорқуы болу керек қой. Менде ондай жоқ.